Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге оңай әрі тез жасалатын салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Еш нәрсені пісірудің, қайнатудың қажеті жоқ, барлығы дайын нәрселерін жасаймыз. Ысталған дейді ғой, копченый тауық етін соломкаға турап, бөлек ыдысымызға салып аламыз. Келесі пиязымызды кубиктап тураймыз. Негізі қызыл пияз қоссаңыздар, салаттың түрі әдемі болып, тіпті жақсы болып тұрады. Келесі тұздалған қиярымызды да ортасынан бөліп, ірілеу етіп турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Ақ желкенімізді, яғни петрушканы ірілеу етіп турап қосамыз. Бір тіс чесногымызды да үккіштен өткіземіз. Келесі дәмі өздеріңізге ұнайтын кез келген осындай сухариктерді қосасыздар. Үстіне майонез қосамыз және аздап тұз, кішкене бұрыш қоссаңыздар болады. Тұзды мүлде аз қосыңыздар, өйткені бізде қияр тұздалған. Сондықтан дәмі ащы болып кетуі мүмкін. Жақсылап араластырамыз да тарелкамызға саламыз. Бар болғаны осы. Дәмі өте керемет, әрі жасалуда оңай. Үйге әсіресе қонақ келіп қалған уақытта жылдам жасай салғанға өте ыңғайлы салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Меруерт, алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Ас болсын.